40 күн өтті, Асқар тауым құлағалы. 40 күн өтті, анамыз деп жылағалы. Әр күніміз сағынышпен өткенімен, жүрегіміз әке деп сағынады. 2025 жылдың 29 желтоқсаны. Біз үшін Асқар тауымыз шағылып, төбемізден аспан айналып жерге түскен күн болды. Бұл асыл адамымыздың бізді бұл өмірде тастап, келмеске кеткен күні, мәңгі сағындырған қаралы күн. Бұл анамыздың аңырап, сынарын жоқтаған күн. Бұл айналайын деген бір ауыз сөзге ендігі өмірде зар болып өтетінімізді жан тәнімізбен сезінген күн. Бұл күн біз үшін әкемізді мәңгілік жоғалтып алған қаралы күн. Әкеміз өмірден өткенмен, ол жүрегімізден ешқашан өшпейді. Оның артында өнегелі тәрбиесімен өсірген ұрпағы, шынайы қимастық пен таусылмас сағыныш қалды. Әкеміз біреуге сүйікті ұл, жанашыр әке, абзал жар болса, енді біреуге ақылын аямайтын аға, қамқор іні, сенімді дос бола білді. Осыны ойлағанда, Асқар таудай айбынды тұлғасы, ақ пейіл мінезі, әкелік мейірімі мен ағалық қамқорлығы көз алдымызға келеді. Әттең, әкесінен айырылған жан ғана таусыз қалған даладай күйді түсіне алады. Әке Асқар тау деп бекер айтылмаған. Біз үшін әкеміз ең керемет, ардақты жан болды. Ол өз ортасында ерекше сыйлы, нағыз ер жүрек азамат еді. Ер жігітке тән мінез құлқы, байсалдылығы, адамгершілігі бір бойынан табылатын, бізге әрдайым қамқор, сүйеніш бола білді. Жүрегі кен, мейірімді, бауырмал, еңбек сүйгіш, қонақжай, қолы ашық, жомарт кісі болатын әкеміз. Әрдайым бауырларына, дос жаранға қол ұшын беруге дайын тұратын. Айналасындағы бала шағаға, ағайын туыс пен дос жаранға деген жауапкершілікте терең сезініп, барлығымен сыйластықта өмір сүрді. Әкеміз адамдармен тез тіл табысып кететін, сондықтан да достары көп болатын. Біздің үйден қонақ үзілмейтін, келген жанның бәрін төрге шығарып, барын алдына тосатын. Өзінен үлкенге де, кішіге де күліп сәлем беріп, ізет көрсететін асыл қасиетін ағайын туыс әлі күнге дейін айтып отырады. Біз әкемізбен әрдайым мақтан тұттық. Бұл мақтаныш жүрегімізде мәңгі сақталады. Әкеміз Дәулеткалиев Малик Мушайұлы 1965 жылдың 25 қаңтарында Орал облысы Фурман ауданы Красный партизан совхозында дүниеге келді. Анасы Бәтес әжеміз өмірден ерте өтіп, әкеміз небәрі 12 жасында анасыз қалған. Сол қиын кезеңде үлкен апамыз Гүлжиян, большая мама, әкемізге де, бауырларына да ана орнына ана, әке орнына әке бола білді. Ол әкемізді және бауырларын Ақтөбе қаласына алып келіп, өсіріп, өндіріп, білім беріп, жақсы тәлім тәрбие беріп, ел қатарына қосты. Апамыздың еңбегі өлшеусіз еді. Әр бауырына үлкен той жасап, үй қылып, бақытты отбасы болуына бар күш-жігерін салып, ақ батасын берген асыл жан болатын. 1983 жылы әкеміз Ақтөбе қаласындағы домостроительный комбинатта құрылысшы болып еңбек жолын бастады. Ол өте еңбек сүйгіш адам еді, қолынан келмейтіні жоқ болатын. Кейін жеке компанияларда еңбек етіп, маңдай терімен отбасын асырады. Әкеміз бақытты отбасында жақсы тәрбиемен өсті. Олар 9 ағайынды болатын. Әкесі Мушай атамыз, анасы Бәтес әжеміз. Байбақты руының Олжа орыс тармағынан тараған Фурман ауданында және совхозда өте мейірімді, еңбекқор, қайратты жандар еді. Кеңес дәуірінде коммунистік партия мүшелері болып, мал бағып, мал шаруашылығымен айналысқан. Өз ортасында абыройлы, ағайын туыс, жақын жора, құда жекжат, көрші қолан, дос жаранмен сыйластығы мол, беделді адамдар болатын. Отбасы махаббатқа, бақытқа, қуаныш пен жылулыққа толы мекен, сыйластық пен жарастық орнаған орта, кішкентай отан.
Отбасы шағын мемлекет демекші. Дәулеткалиевтер әулеті айрандай ұйыған, тату тәтті, бірлікті ту еткен қарапайым да қадірлі қазақ отбасыларының бірі еді. 1986 жылдың 4 қазанында әкемізбен анамыз танысып, Ақтөбе қаласында шаңырақ көтерді. Олар 39 жыл бойы тату тәтті өмір сүріп, балалы шағалы, берекелі отбасы болды. Әкеміз бен анамыз бізге жақсы тәрбие беріп, әр қайсымыздың бақытымыз үшін өмір сүрді. Балаларын білім жолына салып, ел қатарына қосты. Өмір бойғы бар армандары балаларын жеткізіп, жетілдіру болатын. Әкеміз біз үшін ғажап, керемет адам еді. Әкеміздің балаларына деген қамқорлығы ерекше болатын. Ақылды болып өсіңдер деп басымыздан сипап, отбасымыздың бүкіл жағдайын жасап отыратын. Өте еңбек сүйгіш жан болатын. Әттең, әкеміз өмірден ерте өтіп, көптеген армандарына жете алмай кетті. Бір өкініші, немерелерінің өсіп өніп, қуаныштарын көре алмай кеткені. Малик әкеміздің кіндігінен тараған екі ұлы, Ерік пен Дамир, немерелері Ясин, Хадиджа, Фатима, Муслима, Ахмад, Мухаммад, Малика, Дәулеткалиевтер әулетінің ұрпағын әр қарай жалғастырар асылдың тұяғы. Орны бар оналар дейді қазақ. Кейінгі ұрпағымыз ата-әже, әке мен ана рухын қадірлеп, Дәулеткалиевтер әулетінің жалауын желбірете берсін деп тілейміз. Бір-біріне демеу, сүйеу бола білетін, өмір бойы ынтымағы жарасқан отбасы, салт дәстүрін өсіп келе жатқан ұрпағымыз жалғастырады деген үмітіміз зор. Әкеміз біз үшін жақсылықтың жаршысы бола білді. Менің әкем деп әрдайым үлгі тұтып, мақтан етеміз. Асқар таудай әкеміздің жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жанатта болғай. Әке, сіз біздің жүрегімізде де, жанымызда да мәңгілік қаласыз. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге, келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалғанай амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді зымырай шалған өмір. Жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай өтіп өмір жалғанай, әуресіне салғанай амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді зымырай жалған өмір.
Құдағай сол баста жұмақта енді көп рахмет айтамын. Құда ақсайдан нағашы орнына мен айтып айтып. Жоқ, вообще-то елу бес ойда болған жоқ енді. Шынымен. Бір түнде бір ойында